Үшінші бөлім. Жалындаған ор оқиғасы. Лолу! Тартысып жібер! Үлкен балық сияқты! Қане? Көмектессем мен бөлсетін боласың. Не деген пайда күнемсің? Келістік. Сытылып кетпей тұрғанда тез етейік. Қанекей! Қане? Мынау не? Тағы да етік пе? Неге маған ескі аяқ киім түсе береді? Негізі бұл да бір өнер. Ал сен неге бізбен бірге күлмейсің? Жай мырзам. Ата-анаңды сағындың ба? Я мырза, оларды таба алмаймыз ба деп қорқамын. Ұмытпа, тек Алланың жазғаны ғана болады. Аллаға тәуекел ет, үмітіңді үзбе. Алла бәрін реттеуші. Біздің қиссамыздағы батырдың басынан кешкен қиындықтарын және оларға қалай сабырмен, иманмен төтеп бергенін есіңе ал. Я, ол алып аңның көзін дұғаның күшімен құртты ғой. Патшаның зұлымдығымен оны азаптау және дәруішті өз уәзірін аяусыз қатыгездікпен өлтіруі. Бәрі есімде. Кеше патшаның баланы өлтіруге бұйрық берген жеріне тоқтап едік қой. Ары қарай не болды? Сен қиссаны жалғастыруым үшін әңгіменің басын сонда бұрып жатырсың ғой. Жақсы, патша өзінің күзетшілеріне баланы өлтіруге бұйрық береді. Осы сәтте... Сен менің дінімді жоққа шығарып жатсың ба? Мен бәсекелескің келіп тұрма, өлтіріңдер. Патшам, сізбен оңаша сөйлесуге рұқсат етіңіз. Үлде тұрыңдар. Не болды? Егер баланы қазір өлтірсеңіз, оның аты аңызға айналып, қарапайым халық оны қаһарман көретін болады. Солай ойлайсың ба? Я, патшам. Мәриям ұлы Иса тірі кезінде, оның да жанында қолдайтын, еретін адамдар аз ғана болған еді ғой. Ал оны Алла тірлей дәргейіне алған соң, оның үгіт насихаттары кеңінен тарап, жер бетінде оған ерушілер саны да күрт көбейгенін білесіз ғой. Бұл жөн сөз екен. Енді не істейміз? Бұл баланы осылай тайраңдатып қойып қарап отыра береміз бе? Біз қарап отырамыз деп кім айтты? Біз оны міндетті түрде өлтіреміз. Бір жолата құтыламыз. Бірақ адамдар оны өзі өлді деп бізден күмәнданбайтындай болуы керек. Сонымен не деген келіп тұр? Менің ұсынысым былай. Тыңдаңыз, базарларда, үйлердің арасында былай деп жар салуға бұйырыңыз. Естіген естімегендерге жеткізсін. Құдай патшамыз Юсуф Зәннауаз Химияри алып аңды өлтірген балаға құрмет көрсетуді бұйырды. Және де оны өзінің жақын қолбасшысы етіп тағайындады. Бәрін естіңдер. Бәрін естіңдер. Дұрыс таңдау. Әділетті шешім. Сонымен қоса, уәзір мен дәруіштің сатқын екендіктері дәлелденген соң, патшамыз оларды өлім жазасына бұйырды. Расында сатқындықтың жазасы тек өлім. Бірақ уәзірі салихалы адам еді ғой. Ол бәлкім өзін әдейі солай көрсетіп жүрген шығар. Патша баланы қолбасшыларының бір етіп, өзінің ыстығы ықыласын солай білдіруде. Иә, бұл Юсуф Нәуәстің әділ екенінің айқын дәлелі. Алла оның ғұмырын ұзақ етсін. Естігендер естімегендерге жеткізсін. Қара, шында да бала қолбасшылардың біріне айналыпты. Онда неге оны тұтқын сияқты әскерлер айнала қоршап алған? Бәлкім оны қорғап жүрген шығар. Менің ойымша оны мәжбүрлеп алып бара жатыр. Егер сіз айтқандай десек, онда ең болмағанда оны жіппен байлап қоятын еді ғой. Немесе тіпті болмағанда қашуға әрекет жасар еді. Көріп тұрғаныңыздай оның үстінде кигені көрікті киімдер, оған қоса әскерлердің ортасында патшаның ақ бозатына мініп алып кетіп бара жатыр. Қолбасшы болам деп бізге көз қырында салмады ғой. Неге олай дейсіз? Ол бүкіл жақсылыққа лайық жігіт. Мен сырқаттанғанда емдеп жазды. Әрі маған ақшалай көмек беріп тұратын.
Қаламызда оның жақсылығын көрмеген жан жоқ шығар. Қазақ олар не үшін таудың басына кетіп барады? Аң аулау үшін бе? Мырза, аттарымыз ары қарай шыға алмайды. Киіктерді аулау үшін ары қарай жаяу шықпасақ болмайды. Жақсы, дегендерің болсын, мен ақ бірінші болып шығайын. Негізі осы биіктікте жетіп қалар. Жоқ, оның нақты өлгенін қаласақ, әлде жоғары шығуымыз керек. Әлі де таудың шығар басына дейін көтерілсек деймін. Өте жақсы ұсыныс, мырза. Енді не үшін бұл аңшылыққа шыққанымыздың ақиқатын айтатын уақыт та келді. Сендерге мені өлтіріп, бір жолата құтылуды бұйырып отырғанын білем. Біліп тұрып, онда неге қашып кетпедің? Адам баласы Алланың жазғанынан қашатын бет. Сен не, қорықпайсың ба? Жоқ, Раббымды еске алумен көңілім тыныш. О Аллам, олардан мені өзің сақтай көр. Тау сілкініп жатыр. Көмектесіңдер! Сен бе, әскермен бірге аңға шықпақ педің. Иә, сіз айтқан жерге бардық. Әскерлеріңіз өз ісін мүлтіксіз атқарды. Бірақ Алланың қалауы болды. Сен қалай тірі қалдың? Барлық нәрсені естіп көріп тұрған Алла мені құтқарды. Мен оған дұға еткен едім. Сол кезде тау сілкініп, олар тастың астында қалды. Алланың қалауымен тек мен тірі қалдым. Неге қайтып келдің? Маған қарсы шықпақсың ба? Мен сізді тек қана бір құдайға сыйынуға шақыруға келдім. Сізге бұл дүние және ақиреттің жақсылығын ұсынып келіп тұрмын. Маған дәреуіштен не кір деп тұрсың ба? Сен әлі де Алланың хақ екеніне, ол қалаған істің сөзсіз болатындығына көзің жетпеді ме? Қашанға дейін тәкаппарланып, ақиқатты мойындамай, қырсығып, өзіңе зұлымдық жасап жүре бересің. Үніңді шыр, ұстаңдар оны! Мені патшаның өзі іздеп келген бе? Бұл менің өмірімдегі ең тамаша күн болды ғой. Ей сорлы, бұл сенің өміріңдегі ең соңғы күн. Мені сыртта күтіңдер. Патшам, сізді не нәрсе мұнша ашуландырды? Ақмақтығың, сенің болмағыр жоспарың, бала тірі қалды. Әскерлерімнің ішінен ең мықты әрі ең күшті деген төртеуі таудан құлап мерт болды. Ал бала дінаман келіп тұр. Оларға бір өзінің күші қалай жеткен? Ол саусағының ұшында қимылдатпаған. Аяқ астынан жер сілкініп, барлығы тау басынан құдды бір талдан түскен алмадай құла бөлік қалған. Не деген жолы болғыш? Енді бұл баладан қалай құтыламыз? Ұлы мәртебелім, бұл жолы қайтып оралмайтындай болады. Оны біз жыртқыш аңдарға толы барса келмес аралына жібереміз. Одан ешкім тірі қайтып келмеген. Бұл тапсырманы орындайтындай біз не білдіріп қойдық? Патшаның әміріне қарсы шықпақсың ба? Қазырлап тұрамыз ба? Күте тұр. Теңіздің ең терең жеріне жеткенше күте тұр. Қара! Барлығымыз өлеміз! Құтқарушы дөңгелектерді дайында. Тек қана Аллаға сенгендерін ғана аман қалады. Ол Алла жерде де, теңізде де, қиямет күнінде Алладан басқа ешкім құтқара алмайды. Жақсы көруге тек Алла ғана лайықты. Үніңді өшір! Аусын жабыңдар! Алла олардан мені өзің сақтай көр. Көмектесіңдер! Олы мәртебелім, сүйінші! Не болды? Бала өлді ме? Я, бүкіл кеме қирап, ешкім оралған жоқ. Әскерлерім мен теңізшілерім барлығы келмеске кеткен бе? Олы мәртебелі патшам, бұл баладан құтылуымыз үшін түкке тұрмайтын дүние. Енді адамдар былай дейтін болады. Жомарт патша баланы теңізге демалу үшін жіберіпті. Содан олардың жолы болмай, кеме суға батып, олардан ешбірі тірі қалмапты. Сіздің өлтірткеніңіз ешкімнің ойына да келмейді. Сіз неге мені өлтіруге сонша құмарсыз? Сен не тірісің бе? Я, көріп тұрғаныңыздай, Алланың қалауымен. Ол қалаған кезде ғана өлем. Егер өлгенімді сонша қаласаң, онда саған менен құтылудың жолын көрсетейін. Сен шын айтып тұрсың ба? Иә,
бірақ ол үшін сен мен айтқан барлық талаптарды орындауың керек. Бұл жағдайға сенің кіремей тұрмын. Ол бізді мазақ етіп тұрған сияқты. Ол адамдарды жинап алып, сіздің одан құтылғыңыз келетінін барлығына көрсетпекші. Маған бәрібір, ол маған уәде берген. Егер айтқанын орындасам ол өледі. Мен оған сенем. Олы мәртебелім, ол келмейді. Маған сеніңіз. Ол келеді. Әне өзі. Уа халайық! Патша Юсуф Зәннауас Әл-Химияридің сендерге айтар сөзі бар. Мен бұл баланы өлтірем деп шешім шығардым. Өйткені ол дінімнен бас тартып, Дәруіштің дініне еріп кетті. Тыныштық сақтаңдар, бұйрықты орындаңдар, оны нысанаға алыңдар. Кімде-кім оны өлтірсе арнайы сыйлық бар. Сен әскерлердің жебесі мен найзаларын сиқырлап тастағансың ба? Мен сиқыршы емеспін, бар болғаны Алланың бір құлымын. Мәриям ұлы Иса пайғамбардың дініне ерем. Сен әкем Зәннауас Әл-Химияридің найзасымен өзім өлтірем. Сен мені баланың құдайының атымен деп, қолымдағы жебемен ғана атсаң, өлтіре аласың. Бұл өткір жебе емес. Жебеден гөрі жай шыбыққа ұқсайды ғой. Мазақ қылып тұрсың ба? Жоқ, сізге мені өлтірудің жолын айтып тұрмын. Тағы айтам, егер менің өлгенімді қаласаңыз, менің айтқанымды орындаңыз. Баланың рабысының атымен. Даусыңызды бүкіл жұрт естейтіндей қатты шығаруыңыз керек. Баланың рабысының атымен. Аллахым маған иман бергенің үшін және сенің жолыңда өлгенім үшін және қатты азабыңнан, тозақ отынан құтылғаным үшін саған мақтау айтам. Сенен басқа құдай жоқ екеніне куәлік келтірем. Сатқын балаға өлім. Менімен қайталаңдар. Сатқынға өлім. Қайталаңдар. Баланың рабысына иман келтірдік. Баланың рабысына иман келтірдік. Баланың раббысына иман келтірдік. Тынышталыңдар. Сендерге айтып тұрмын, тынышталыңдар. Баланың раббысына иман келтірдік. Олар үндерін өшірсін деп айт. Кім аузын ашса өлтірем. Ол енді пайда бермейді ау, патшам. Адамдар баланың өліміне қатты қайғырып жатыр. Барлығын қырып салам. Бала өлер кезде оттан құтылғаны жайында айтып ет. Мен бұларға нағыз от рабыларында емес. Осында болатын көрсетейін. Қалайша, ханым? Ей сарбаздарым, бүкіл қала тұрғындары сиятындай етіп шұңқыр қазыңдар. Менің дініме қайтпағандарды тірдей отқа тастайым. Оларды осылайша тоқтаталамыз. Басқа малы жоқ. Бүкіл адамдар сиятын шұңқыр? Бұл қалай сонда? Баланың рабысынан бас тартыңдар. Сонда сендерді кешірем. Алладан басқа тәңір жоқ. Мәриям ұлы Иса оның пайғамбары. Сендер жазаға лайықсыңдар. Бәрін отқа тастаңдар. Көрсін өртеп жандыратын от кімнің қолында екенін. Алладан басқа тәңір жоқ. Мәриям ұлы Иса оның елшісі. Алладан басқа тәңір жоқ. Ей, әйел, тез қимылда. Анасы мен кішкентай сәбиді де өртемекшісіңдер ме? Үніңді өшірде секір шұңқырға. Балам бұлазаққа қалай төзбек. Құдайым ау, енді не істеймін? Сабыр ет, анашым. Сен тура жолдасың. Сәби сөйлеп жатыр. Алладан басқа тәңір жоқ. Барлығын шұңқырға тастаңдар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шоқ жұлдыздармен безендірілген аспанға, уәде етілген күнге, куә болушыға және куәлік етілген нәрсенің бәріне серт. Жалындаған орттың иелері құрсын. Олар онсыз да құрыды.
Олар отқа толтырғандар. Олар сол лаулаған оттың басында отырып, мүміндердің қалай азапталғанын тамашалайтын. Олардың мүміндерді мұншама азаптауының бір ғана себебі, олардың әзиз Хамид Аллаға иман келтіргендігі еді. Күл аспан әлемі мен жердің бар билігі бір өзіне ғана тиесілі болған Аллаға. Алайда Алла бәріне де куә. Сөйтіп, кәпір патша мен оның әскері мүміндердің қалай отқа жанғанына қарап тұрды. Соншама халық бәрі бірден иман келтірді. Жүректері тынышталып сала берді. Әсіресе кішкентай сәбидің сөйлегеннің өзі оларға үлкен күш берді. От киімдерін, бүкіл денелерін жалмап бара жатса да, олар оған разы болып, барынша төзімділік таныта білді. Әрбір мүмін түнде жанып тұрған от секілді алыстан көрініп тұрды.